bilmей жатыр ма не? Иә, самаурынның түрін білмеймін дейді, прикинь, қандай еді дейді менен сұрап. Сен көрмегеннен кейін енді айтып отыр. Қалай көрмедің сен? Сен ауыл вообще бармайсың ба ауылдық жерге? Барам, бірақ есімде жоқ. Негізі ана электрический чайник ыңғайлы емес былай басып саласың 5 минуттан кейін дайын болады. Отын жарып білесің бе? Сен самаурын шайын ішіп көрдің ба жалпы? Тоқташы, ішіп көрдің ба? Ішіп көрген шығармын білмеймін. Сен Мен жалпы шай ішпеймін. жаңағы чайниктегі чай мен самаурын шайы Мен ойбай. шай ішпеймін просто. Не ішесің сен? Пиводан басқа не ішесің? Мен пиво да ішпеймін. Мен тек су ішемін. Мен жаңа өмір бастадым. Қарашы, сен мал соя аласың ба? Мал соя алмайды. Мал соя алмайды көрдің бе? Сонда қыздар Абылайдан сұра. Бля, мен міндеттім ба мал союға? Қолдың үстімен қаймағымен О, кәдімгі қаймағы, магазин қаймағы емес, кәдімгі ауылдың қаймағы прям. Ыстық нанмен тандырдан шыққан. мен үстіне майды қойып жаңасын Тандырдан шыққан. Туған күнімен дәулет. Рахмет. Өмір жасың ұзақ болсын. Өзіңді көрдің ба? Жүр. Алып баршы, алып бар. Аяққа, жүр. сен мысалы ол шайнекті қайнату үшін бәрібір от жағасың. Міне дәулет. Саған сыйлықтар келді, торт бар міне. Қолында альбини бар әні. Не айтып жатсыңдар? Өсек тайым ғой, қашыда ғой, өсек қой бұлардікі. Жай біз бір қыздар жайлы бір әңгімені талқылаймыз. Психология. Самаурын деген не? Мен білемін. Самаурын деген шай қайнататын ыдыс, оның ортасында мынандай труба болады, соған ағаштар саласың, тұтатып сосын сол қайнаған кезде жан жағындағы су тұрады, сол су қайнайды. Ты знала об этом? Знала, бірақ жағылмайды. Ой, Жанылхан. Сөйтіп? Мен апа айтып жатырмын ғой, бүгін Мадина жоқ болатын. Жоқ, ол қызық емес маған. Басқа не қызық? Сен диярмен... Жаман ойым жоқ, диярдың да жаман ойым жоқ. Біз жеке вообще тұрған, жеке үйге апармаған, себебі қасымызда адам.